Кешеден бастап 10 күн ішінде алған адамдардың арасынан бір қанша тәрелі жандарға мен ақшалай сыйлық салатын болам армандар картасына. Армандар картаңыз қолыңызға жеткеннен кейін менің армандар картамның ішінде ақша шықты деп шыққан кісілер бізге кері байланыс жасап хабарлассаңыздар екен достар. Енді осы видеоны сөз соңына дейін көріңіз, қалдырып қоймаңыз, және пенинчиге өз ойларыңызды қалдырып достарыңызға жолдауды ұмытпаңыздар, мені куән жоғып алыңыздар. Не үшін достар, бізде өзіміздің білімдерімізбен сіздерге тегін бөлісудеміз. Сіздер жақтан да қолдау болып жатса, мен қатты қуанар едім. Бүгін мен сіздерге армандар картасы жайлы нақты көкейлеріңіздегі сұрақтарыңызға жауап беремін. Біріншіден, армандар картасы Құлжа қаласынан салынады. Менің командам арнайы түрде Құлжада тұрып, сіздерге қызмет өтейді. Бүгін егерде алып жатсаңыздар, 3-5 күн ішінде қолдарыңызға жететін болады. Екіншіден, армандар картасы екі тілде болады. Ханзушасы және қазақшасы. Біздің өзіміздің төте жазу бар ғой, кәдімгі. Сол тіл қазақшада жазылған және ханзушасы да бар. Сол үшін балаларыңыз болсын, қазақшаны білмейтін адам болсын, барлықтарыңызға өте қолайлылық жаратып қойғанбыз. Үшіншіден, армандар картасын қалай алам деген кісілерге менің тағы осы Кунчан бойынша салынады осы видео. Әрбір видеоның басында менің WeChat нөмірім болады, или менің көмекшілерімнің нөмірі болады. Сол нөмірге қосылу арқылы сіздер ала аласыздар. Одан сырт менің тағы бір Douyin парақшамды сіздер сөзсіз куән жоғып алыңыздаршы. Солының ішінде Шауқаншың ішіне салынған. Сондықтан Douyin парақшасынан төте шадан қыла аласыздар. Енді армандар картасын отбасыңызбен жасауыңызға болады. Қазіргі балалардың бір түрлі өмір сүруге де, оқуға да құлқы жоқ. Өйткені неге біз олардың санасына армандау деген не, қиялдау деген не, армандаған дүние іске асады деген нәрсені біз олардың санасына екпейміз. Тек қана оқи бер, жақсы оқы деген айтамыз. Сол үшін менде нақты балаларға арналған ішінде фотолар бар. Тек қана балаларға арналған. Қандай сыйлық алу керек, қай жерлерге барып ойнау керек, қандай мектеп оқу керек, қандай өмірі болады, ертеңгі күні қандай қызметке шығып, қандай адаммен үйленеді деген турасында нақты фотолар бар. Сол фотоларды жабыстыру арқылы балаларыңыз болашаққа шалма тастайды. Санасына бір егілген ұрық кейінгі күндерде ол жеміс беретін болады. Сондықтан бұл жай нәрсе емес. Ал тағы бір жағынан балаларыңыз талдайды ғой суретті. Талдаған суретіне қарап балаңыздың қиялын, болашағын, тағы да оның арманын, ішкі күйін біле алатын боласыздар. Сол үшін балаларыңызға сыйлыққа сыйлауға, басқа жақындарыңызға сыйлыққа сыйлауға өте қатты қолайлығып шығарып қойғанбыз. Егер менің арманымды басқалар көрмесе десеңіз, онда осы қорапшаның ішіне салып қойсаңыз да болады. Өте қолайлы барлықтарыңызға. Бұның енді өзінің несі бар, сол арқылы мен сіздерге тағы да жалғасты видеоларда айтам. Армандар картасын қолымызға алғаннан кейін қалай жасаймыз дейтін сұрақтарға армандар картасын алған адамдардың барлығына мен арнайы түрде видео жасап беретін болам. Қалай жасайсыз? Және менің ұзақ жылдан бері қарай алған ең құнды білімдерімді сіздерге қалай іске асырасыз, қалай қарыздан құтыласыз, қалай ақшалы боласыз, или қалай аурудан сауығасыз деген нақты техникаларымды өте құны жоғары сабақтардың соны сіздерге беретін боламын. Сол арқылы сіздер сол әзіргі қиналып тұрған қиналыстарыңыздан қалай шығуды, ең бастысы өмірде тек қана ақша деп қана жүгіре бермей, ішкі күйдің тыныш болуы маңызды екендігін түсініп, жан дүниелеріңізді тыныштандырсаңыздар, жаның тыныш болған кезде қана өмір өздігінен дұрысталады достар, сыртқы өмір. Сондықтан мен осы туралы нақты техникаларды қолдарыңызға беретін болам. Ештеңеден уайымдамай, тек қана алсаңыз ғана болған. Маңайыңыздағыларыңызға сауға ұсыныңыз, өзіңіз үшін алыңыз. Мен сияқты дамығысы келетін, және менен үйренгісі келетін, маған ілескісі келетін, маған сенетін жандар міндетті түрде екіленбей сатып алыңыздар деп айтар едім достар. Сіздерге сәттілік болсын, барша қалауларыңыз орындала берсін.